болмайды. Мынау да болмайды. Өмірде сіз бір іс-әрекетті бастайтын кезде сан мыңдаған кедергі кездесуі мүмкін. Дәл солай мен де кітап жазам деп қаншама мыңдаған парақтарды ысырап қылып отырмын. Жазамын, ойыма келген ақпаратты қағаз бетіне түсірем, бірақ көңілімнен шықпайды, өзіме ұнамай қалады. Кейбір адамдар оқып маған тамаша деп пікір білдіруі мүмкін, бірақ та менің өзімнің көңілімнен шықпайтын дүниелерді мен жарыққа алып шыға алмаймын. Дәл солай кез келген шығармашылық адам болсын, мейлі кәсіпкер, мейлі қай саланың маманы болса да, өзінің жасаған алғашқы жұмысынан, не болмаса жасап жүрген тұрақты, үнемі жасап үйреніп қалған іс-әрекетінен кейде көңілі қалатын сәттер болады. Өйткені біз адамбыз ғой. Біз еш нәрсені идеально жасауға талпынудың қажеті жоқ. Әрине, барынша тырысамыз, барынша жасап көреміз, бірақ болмай жатса қапаланып, ренжіп, өз-өзіңізді жазғыруды тоқтатыңыз. Өйткені өмірде бәрі бірден болмайды. Бәрі бірден болып бітсе, тез орын алса, барлық іс сәттіліктен бастала беретін болса, өмірдің де қызығы болмайды. Сондықтан мен кітап жазатын кезде мыңдаған парақты тауысам. Сіз де бір торт жасайтын шығарсыз бәлкім. Торт жасайтын кезде дәмі көңіліңізден шықпаса, қаншама продуктілеріңізді ысырапқа жібересіз. Тура сол сияқты, бірақ сіз жасап жүріп, тәжірибе бағытында өзіңіздің өміріңізге ең керемет шедеврларыңызды алып келе аласыз. Бірақ ең бастысы шыдамдылық. Адамның бойында болу керек қасиеттердің ең үлкені, сыйлысы ол сынаққа төзімділік пен сабырлық деп айтамыз ғой. Мысалы, мен кітап жазып жатқан кезде, яғни өзімнің негізгі мамандығым сол ғой. Кітап жазып, ақпаратпен іздеп айналысып жатқан уақытта көңіліме қонбайтын дүние пайда болса, бір сәтте бәрін өшіріп, лақтырып тастайтын жаман әдетім бар. Ол кейде шыдамсыздық, ол кейде сабырсыздық деген сияқты. Ал шығармашылық адам ғана емес, мейлі жаңағы ота жасайтын дәрігер, хирург маманы, тіс жұлатын стоматолог, мейлі сабақ беретін мұғалім, торт жасайтын кондитер, қай саланың маманын алмаңыз, әр адамның өзінің жасаған іс-әрекетінен нақты 100% нәтижені ала алмаған кезде көңіл құлазуын сіз де кездестірген шығарсыз. Ол қалыпты жағдай, бәріміздің өмірімізде болып тұрады. Ештеңе бірден керемет, жоғары нәтижені беріп пайда болмайды. Қазір жасап жатқан кәсібіңіз сәтсіз болса, дәл қазір айналысып жатқан мамандығыңызда өзіңіз тәжірибесіз болсаңыз, тіпті айналадағы адамдар сіздің жасаған дүниеңізге көп сыни пікірлер айтса, это нормально. Қабылдап үйреніңіз. Бұл нормально. Кезінде Эйнштейн бар, біздің керемет ғұламалар бар. Оларды ешкім мойындамаған сәтте, одан кейін бар бұлар шедеврларды туындатып, өзінің халқының алдында абыройын жинап үлгерді. Демек, біз бұл өмірде еш нәрсенің тегін, босқа және тез келетіндігін бірінші назарға ұстамауымыз керек. Біз бірінші назарда ұстап, фокусымызды барлық бағытқа ауыстыратын бір ғана нәрсе бар, ол соңына дейін берілмеу. Қандай жұмысты, қандай істі бастасаңыз да, соңына дейін до конца өзіңіздің сабырлығыңыз бен шыдамдылығыңызды алып, сол істі идеальный деңгейге шығарғанға дейін шынайы мастер болуға талпыну. Бізде көп адам өзін іздейді. Бір жұмыс жасап көреді, қолынан келмеді, ұнамады ма тастап кетеді. Екінші бір жұмысты бастайды, ол жерде де сәтсіздік орын алса, бірден лақтырып кете салады деген сияқты. Демек, біздің ең үлкен минусымыз осы жерде басталады. Енді ғана бір саланы меңгеріп келе жатқан кезде ұнамай қалды екен деп тастап кету ақымақтық. Адам өзін іздемеу керек. Өзін белгілі бір салада шын мастер ретінде қалыптастыру қажет. Біз шын мастер болып бір салада қалыптасқан кезде сұранысқа ие маман боламыз. Бізді кәдімгідей керек ететін болады. Сондықтан қолыңыздан келмей жатқан қиын істің артында пайда бар екенін ұмытпаңыз. Өйткені атақты ғұлама Әл-Фараби айтады, қиын істің пайдасы болады дейді. Яғни кез келген қиындықпен келген істің астында пайдасы бар. Ал оңай дүниелердің көбісінде пайдасы болмайды. Оңай дүние, мысалы, қыдыру, жаңағы сауық сайран құру, әйтеуір бір өзіңнің эмоцияңды тойдыру мақсатындағы жасалатын әрекеттер болса, ал қиын деген ол миға түсіретін нагрузка, жүрекке келетін стресс, көңіліңіздің бір алабұртатын сәттері, оның барлығы қиындықпен келеді, бірақ түбінде пайда бар. Демек, мамандық жолында, мейлі кәсіпкерлік саласында, қай бағытта жүрген адам болсаңыз да, ештеңе бірден болмайтындығын миыңызға шегелеп түсініп алыңыз. Ойламаңыз, кешегі мықты ғұламалар, керемет деңгейдегі кәсіпкерлер бірден ондай уровеньге көтеріліп кеткен жоқ. Барлығы осылай бастады. Мен де өзімді солай жұбатам.
жазып отырам, ұнамай қалама, шимақтап, лақтырып, кейде шыдамым таусылып кететін сәттер болады. Бірақ өзімді сабырға шақырып үнемі айтам. Ештеңе тез әрі оңай келмейді. Табысты өмірде жай ғана бір әйтеуір сабақ оқып, дамып жүру мақсатында емес, табысты өмірдің өзі тұрақты түрде еңбек етумен келеді. Тұрақты тамшы тасты теседі деген сөз бар. Бір істі тұрақты түрде жасай берсеңіз, сіз тесіп шығасыз. Кәдімгідей өзіңіз қалаған, жүрегіңіз қанағат тұтатындай үлкен деңгейдегі нәтижені өзіңіз шығаратын боласыз міндетті түрде. Бірақ біздің бір ғана мән беру керек мәселеміз бар, ол ауытқып кетпеу, тастамау, соңына дейін шыдамдылық таныту. Көп адамның қателігі сол ғой. Бастаймыз, бірақ оңай тастаймыз. Ең қиыны бір істі бастау, ал ең оңайы шаршаған кезде әйтеуір тастау. Тастай саламыз, берілеміз, қойшы дейміз, екінші салаға барамыз. Бір істі қатырып тындырмаған адам екінші істе де жетістікке жетпейді. Ойламаңыз, сіз бір нәрсені 100% орындамай жатып, екінші жұмысқа ауысып кетсем, сол жақты қатырам деп. Жоқ. Сіз бір жұмысты қатыра алмадыңыз ба, екінші жұмысты да жетістіріп істей алмайсыз. Демек, сіз өз-өзіңізге кәдімгідей уәде беру керексіз. Бір істі тиянақты түрде қиын болса да атқарып шығуға тырысыңыз, оның түбісіге жеміс болып оралады. Ал одан кейін барып, жаңағы басқа салада өзіңізді сынай берсеңіз болады. Сол үшін біздің өміріміздегі жасап жатқан, атқарып жатқан әрбір еңбегіміздің қарымтасы жақсы болсын, нәтижесі жоғары деңгейде болса екен деп тілесеңіз, берілмеу керектігін ұмытпаңыз. Берілмеу дегеніміз, ол жасаған іс-әрекетің жаман болып жатса да, қанағат тұта біліп, ары қарай үйренуге деген сенің ерекше ынтаңның болуы. Түсінікті ғой? Демек, міне, көріп отқандай, менің алдымда қаншама қағаз жатыр. Шимақталған 1000 түрлі менің ойларым. Ішінде ататыны бар, атпайтыны бар, ұнайтыны бар, ұнамайтыны бар деген сияқты. Бірақ оқырманға жол тауып, жүректерден орын алу үшін мен кітабыма әлі де еңбектене беремін. Тура сол сияқты сіз де өз салаңыздың нағыз маманы болсаңыз, соңына дейін барыңыз. Өйткені қиын істер оңай келмейтінін ұмытпау керек. Баршаңыздың жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін және сынбайтын сабыр, таусылмайтын төзім тілеймін. Сау болыңыздар.